Бір үйдің кенже қызымын. Әкем 50-ге келгенде мен өмірге келгенмін. Анам жас, әкемнен 25 жас кіші болған. Анам әкемнің екінші жұбайы. Әкемнің алғашқы некесінен 5 ұлы бар. Бірінші әйелі бала үстінде қайтыс болып, жөргектегі нәрестемен қосқанда 5 бала анасыз жетім қалған соң менің анама үйленген екен. Анамның да алғашқы некесі болған. Бірақ 10 жыл отасса да балалы болмау себебінен ажырасқан көрінеді. Дәрігерлердің айтуынша, кінәрат анамнан болған екен. Анам соншалықты қиналады. Бір перзентке зар болып, пұштағы қанамай, аналық бақытқа кенеле алмай, құса болып жүргенінде ажырасу да қатты соққы болса керек. Сөйтіп қиналып жүрген шағында таныстары арқылы менің әкеммен танысады. Анам ойлаған ғой, өзім ана атана алмайтын болдым. Шырылдап қалған 5 бірдей жетімекке ана болайыншы. Өмір бойы қу бас болып, қу тіземді құшақтап өмірден өтіп кетпей, мына өмірге келгендегі миссиямды орындап кетейін деген ниетті болған. Әкемнің өзінен 25 жас үлкен болғанына да қарамаған. Бар ойы балаларда болып, әсіресе сол кезде қызылшақа күйінде тіпті ана сүтін аузына алмаған ағамды көріп, ебіл-дебіл болып жылаған екен. Бауырына басып, бар мейірімін төгіп, бала зары аз да болса басылған шақта анам аяғы ауырлағанын сезбей де қалған екен. Үмітін үзген ғой, құрсағымда бала пайда болады деп мүлдем ойламаған. Бұл да бір Алланың құдіреті ғой. Анасыз қалған жетімдерге пана болып, мейірімін төккені үшін үлкен сый берген. Содан мен өмірге келдім. 5 ұлдан соң өмірге келіп, отбасының еркесі, бақытты қылықтысы болып, шаңыраққа нұр шашып келген екенмін. Барлығы да қатты жақсы көретін. Бала кезімнен сол мейірімге қанып өстім. Өзімнің ең маңызды адам екенімді сезінетінмін. Бірақ бұл оқиғаның барлығын мен бойжете бастаған шақта ғана естідім. Ағаларымның барлығын менің анам дүниеге әкелген деп ойлаушы едім. Хикаяға бергісіз ғажайып тағдыр дәл менің және менің отбасымда болып жатқанына сене алмаушы едім. Әкем мені қатты еркелетті. Ештеңеге мұқтаж еткен жоқ. Сылаңдап жүріп бойжеттім. Мені өмірде жоқ деген нәрсені түсінбейтін едім. Атанам тым еркелетіп өсірген. Менің бала күнімде барлығы керемет болатын. Ағаларым да айтқанымды бұлжытпай орындап, ханшайымдай етіп өсірді. Әке-шешем бақуатты тұрмыс кешіргендіктен мен үшін қол жетпейтін нәрсе болмайтын. Әкем шопыр болып жүріп, сауда-саттықпен айналысып, үй үстіне үй алып, туған-туыстарына да көмек қолын созып, айналасына шапағаты тиіп жүрді. Ағаларыма қаладан үй әперіп, оларды үйлендіріп, еншісін беріп шығара берді шетінен. Енді қара шаңыраққа ие болып қолда қалатын кенже ағам еді. Анам оны өмірге әкелмегені болмаса, туған баласындай ғой, басқа ағаларыма қарағанда. Ол ағам да басқа ағаларыма қарағанда анама жақындау. Екеуміз ерекше өбектеп өсірген. Екеуміздің жас айырмашылығымыз да аса көп емес. Тете болып өскендіктен екеуміз бір-бірімізге қатты жақын едік. Содан кенже ағам да үйленді. Басында үйленгеніне қуандым әрине, бірақ мен көп нәрсені түсінбейтін шығармын. Әлі де балалығым, еркелігім қалмағандықтан ба екен, ағам үйленгеннен кейін мені бұрынғыдай еркелетпей қойды. Маған бұрынғыдай аса қатты көңіл бөлмей қойды. Бар назары жеңгемде. Ал мен бұл көріністі ұнатпадым. Ағамның назарын өзіне аударып алғаны үшін жеңгемді жек көрдім. Ағамды одан қызғандым. Сөйтіп аңдығаным жеңгем болып, онымен күндес адамша тайталаса бастадым. Әкем де, анам да ақылын айтып, қызым, мұның ұят болады. Сен түсінуің керек. Ағаң енді бойдақ емес. Жеңгеңнен қызғанып оны ұнатпағаның дұрыс емес. Ертең сен де бір үйдің келіні атанасың. Сол кезде түсінесің. Ал қазір олардың араларына түсіп, қарым-қатынастарын суытпа, деп ақыл айтса, мені емес, айдаладағы жеңгемді жақтадыңдар деп, оларға бұр түйіп өкпелеп жүрдім. Сол өкпелеген бойы оларға қиын қылғаным шығар, үйден кетіп қалдым. Өзім де мектепті бітірген соң оқуға түсіп, үйден қатынап жүріп оқитынмын. Басқа құрбыларым ауылдан келгендіктен 2-3 қыз бірігіп пәтер жалдап тұратын.
солардың қасына бардым. Әке-шешем қанша үгіттесе де кері қайтпай қойдым. Сосын олар да тынышы осы болар, ойлансын, жеке тұрып та үйренсін деген болар. Шешіміме қарсы шықпай көшіріп әкелді пәтеріме. Апта сайын демалысымда үйге барып тұрамын. Сонда міндетті түрде жеңгеме тиісіп, оның қытығына тиіп кетемін. Қатты налыған шығар жеңгем. Жеңгеме істегенім алдымнан шықты ғой. Оқуымды бітіріп, өзім ұнатқан жігітке тұрмысқа шықтым. Әке-шешем дүркіретіп тұрып ұзату тойын жасап берді. Аға жеңгелерім айналамда жүріп, тойдың жоғары деңгейде өтуіне атсалысты. Қонақтар да риза болып тарқасты. Өмір үнемі осылай той-думан болып өте беретін секілді көрінетін еді мен үшін. Бірақ қиындық келіндік өмірімнің алғашқы айларында-ақ басталды. Өзім секілді тым ерке, жалғыз қайынсіңлім бар. Оның жасаған қылықтарын көріп, өзімді көргендей болдым. Құдды мені айна қатесіз қайталайтын айнам секілді. Шынында да қатты қиналған кезімде ата-анамның «Сен де келін боласың, сол кезде түсінесің» деген сөздерін есіме алдым. Төркініме сағынып барамын. Баяғы бақталас болған жеңгем барған сайын қайынсіңлім келді деп құрақ ұшып күтіп алады. Ал мен оның алдындағы айыбымды жуып шая алмай, ұяттан өртеніп кете жаздаймын.